Адамтамырдың емдік қасиеті хақында Қытай және Тибет медицинасынан қалса, оның қазақ медицинасында да өзіндік орны бар. Адамтамыр женьшен өсімдігінің қазақша атауы. Оның бұлай аталу себебі сыртқы пішіні адам мүсініне ұқсас болғандығынан. Адамтамыр халықтық медицинада барлық өсімдіктер ішіндегі ең мықтысы, пайдалысы деп есептеледі. Адамтамырдың көптеген ауруларға емдік әсері тиімді. Оны басқа дәрілермен бірге қолдана беруге болады. Адамтамыр Қазақстанда да дәрілік өсімдік ретінде өсіріледі. Адамтамыр дене және ақыл-ой қызметіне қабілетті арттырады, көздің көру қабілетін, ұйқыны жақсартады, құлақ ішінің шуылын басады. Организмді жалпы нығайтатын қасиеті болғандықтан оны ұзақ ауыр ауруды бастан кешкенде және отадан кейін өте бағалы дәрі ретінде қолданады. Ол дені сау адамдарда қандағы гемоглобин мөлшерін арттырады, ал анемияға, яғни қан аздыққа шалдыққан науқастардың тезірек айығуына мүмкіндік береді. Женьшен мөлшеріне қарай ми қабығын қоздыра немесе тыныштандыра алады, нуклеин қышқылының және ақуыздың алмасуын реттейді, тіндерді жаңартады, қоректік заттардың ассимиляциясын жақсартады. Бауырда майдың шамадан тыс жиналып қалуына жол бермейді. Миокардиострофия және жүйке ауруларын кезінде оны қолданғанда жақсы нәтижеге қол жетеді, жүйке жасушаларын қалпына келтіреді. Женьшенді редактивтік сәулелерден қорғану мақсатында да пайдаланады. Женьшен тамырынан дайындалған заттарды сергіткіш және жалпы нығайтқыш зат ретінде орталық жүйке жүйесінің әр түрлі ауруларын емдеу және алдын алу үшін, организмнің жұмысқа қабілеттілігін арттыру және күйзелістерге, қоршаған ортаның жағымсыз әсерлеріне қарсылығын да арттыру үшін қолданады. Адамтамыр организмнің бүкіл қантамырлар жүйесінің қанмен жабдықталуын күшейтеді, гипоксияда, яғни ауада оттегі жетіспей қалған аймақтарда оған төзімділікті арттырады. Адамтамыр тұндырмасын тағайындаған кезде адамның жалпы жағдайы жақсарып, әлсіздікке, қатты шаршағыштыққа, бас ауруға шағымы жоғалады, асқа тәбеті дұрысталып, жалпы сергу қасиеті артады. Бұдан басқа, жүрек қан-тамыр жүйесінің қызметі жақсарады. Асқынған ауыр науқастардан, ауыр оталардан кейін, сондай-ақ ұзақ уақыт ауыр дене жұмысымен айналысу, психикалық шаршаудан соң организмнің қалпына келу кезеңінде қолданылғанда тиімді нәтиже береді. Ісік ауруына шалдыққан науқастарда ісіктің әрі қарай өсуін тежейді және бір қатар жағдайларда аурудың қайталануына жол бермейді. Науқастың негізгі физиологиялық жүйесінің зиянды әсерлерге төзімділігін арттырады, организмнің бейімделу қабілетін күшейтеді. Адамтамыр дені сау адамдарда дене және ақыл-ой қызметінің жақсаруына жағымды әсер етеді. Адамтамырды ұзақ курспен қабылдағанда оның жалпы нығайтқыш әсері білінеді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, оның тұндырмасын 4 апта бойы қабылдаған кезде адамның дене жұмысына қабілеті 2 есе артады екен. Женьшен мен жыныстық әлсіздікті, белсіздікті емдейді. Ол жараның тез бітелуіне септігін тигізеді, қандағы қант мөлшерін азайтады. Соның нәтижесінде сусамырға қарсы әсері жақсы. Егде адамдардың өмірін ұзарта түседі. Сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлы ұсынған кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіз, үнемі осындай пайдалы кеңестерді тыңдай аласыздар. Аман болыңыздар, ағайын.